Солтүстік басы мен аян. Батысы шығысы аян. Оңтүстік мен солтүстік. Алматы маңындағы Үңгіртас ауылы. Шеттегі жұрт бұл мекенді ғаламтордан жер әлемінің кіндігі деп таниды. Кіндікке ие жалғыз қожайын мына кейуана. Сатал сатпақ киімі алдымен көзге түседі. Ал денесінен тараған жағымсыз иіс алыстан мүңкиді. Оған қарап жатқан дәруіш жоқ. Өзін Бибәтима шайқы деп таныстырды. Атымен заты үйлеспейді. Ара-тұра адам баласы түсініп болмайтын дауыспен келген жұрттың есін шығаруға дағдыланған. Я Алла, ессіз қағыр әуле, ессіз қалмасын, қараңға әуле, қараң қалмасын, қыздағы әуле, қызда қалмасын, сіздағы әуле, сізда қалмасын. Ақылым заманнан мал жайылып, өріске айналған суық төбетегі енді Айдахар тас деген атқа ие болды. Әу баста биік төбедегі тастарды айналдырып жасалатын емдеу шарасы қазір күрделенген. Әлбетте, әдісіне қарай ақысы. Шүйке деген кемпірдің жон арқадан жұдырықпен соғуы да ем. Жұдырықтың ақысы 5000 теңге. Төбе шашты тік тұрғызатын емдеу сауықтыру әдісіне сенушілер сансыз. Отандастарымыздан бөлек Ресей, Беларусия, Украина елдерінен келушілер де жетерлік. Бір жылда қалтасын жұқартқандар қатары 10 мыңнан асады. Мен келдім, балаларымды алып келдім. Себебі біз бағана келгеннен бері апайдың істеп атқан ісін қаншама жерлерді аралатқаны бізге, мен балам ауырғаннан кейін келіп тұрмын, балама ем болған сияқты. Говорят, это пуп земли, здесь два потока энергии с неба и земли, они смешиваются и обладают лечебным эффектом. Жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр, иә. Тіл-көзден сақтасын деп емдеп жатыр. Енді түсініп жатырмыз. Шындығында. Енді білмеймін, қазір жоғарға барамыз, но бір какой-то құдірет бар енді. Өзін әлемнің соңғы дәруші санайтын Бибәтиманың әр қимылы ақша. Бақсының шаңырағында түнеудің өзіндік шарты бар. Бір тәулік 15.000 теңге. Ал мына тізім қайдан шыққан? Әр келген жан өзімен 12 метр дастархан, бір қошқар, бір ұрғашы сақмал апару шарт. Тауықтың күркесіндей бөлме, қолқаны қабар күлімсіз алыстан сезіледі. Жертөленің іші лас төсек, кір көрпе, қаптаған шыбын-шіркейден аяқ алып жүргісіз. Осындайда Жамбыл аудандық Қалаберді ауылдың әкімшілік пен тазалықты қадағалау басқармасы қайда қарап отыр деген сауал еріксіз ойға келеді.